Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 134-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық ойын туралы не білемін? Е дыбысымен әрпі деп аталады. Бұл сабақта сен Е әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Әрпін көркем жазасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешейік. Диқаншының еңбегін қысы-жазы ақтайды. Астықты тазалап, қай жерде сақтайды? Балалар, диқаншылардың жинап алған астығын қай жерде тазалап сақтайды деп ойлайсыңдар? Әрине, ол элеваторда екен, балалар. Келесі жұмбағымыз. Жылжымалы баспалдақ, сатыларын бассаңнақ, не жоғары, не төмен, сырғимында жетеммен, көзді жұмып ашқан шақ. Ол қандай баспалдақ дейсіңдер, балалар? Жоғары төмен сырғып тұратын. Дұрыс айтыңдар, балалар. Ол эскалатор екен. Балалар, элеватор, эскалатор сөздері айтқан кезде қандай дыбыстан басталып тұр? Қандай дыбыс естіліп тұр? Дұрыс айтасыңдар. Бүгін біз дыбысымен, әрпімен танысамыз. Қане барлығымыз айтып көрейікші? Қалай айтылды, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Дыбысын айтқан кезде өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырамай созылып айтылды. Яғни, дыбысы дауысты дыбыс екен. Осы сөздерге дыбыстық талдау жасап көрейік. Элеватор. 4 буын бар. 8 дыбыс бар. 8 әріп бар. Оның 4-еуі дауысты, 4-еуі дауыссыз дыбыс. Элеватор сөзінде дыбысы сөздің басында тұр екен. Келесі сөзіміз біздің эскалатор. Эскалатор. 4 буын бар. 9 дыбыс бар. 9 әріп бар. 4 дауысты дыбыс, 5 дауыссыз дыбыс бар екен. Дыбысы сөздің басында тұр. Бұдан не байқадық, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Дыбысы көбінесе орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Сөздің басында жиі кездеседі екен. Енді мына дыбысынан басталатын сөздерді айтайық. Бірінші суретте біз экскаваторды көріп тұрмыз. Екінші суретте экипаж. Үшінші суретте экранды көріп тұрмыз. Төртінші суретте эскимоны көріп тұрмыз. Эскимо деген балмұздақтың түрі екен, балалар. Енді оқулықпен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма тыңда. Экранға назар аударыңдар. Бүгін эфирде ұлттық ойын бағдарламасы. Бағдарламамыздың негізгі қонағы әрпі мен оның дыбысы. Экрандағы сөздерге назар аударыңдар. Оқы. Экран, эстрада, электр, эскалатор, эфир, элеватор, экипаж, экскаватор. Балалар, бүгін біз ұлттық ойын санамақпен танысамыз. Мына санамақты бәріміз бірге жаттап алайық. 1 дегенім білмек, 2 дегенім еңбек, 3 дегенім үлгі, 4 дегенім төзім, 5 дегенім бестік, 6 дегенім алғыс, 7 дегенім жеңу, 8 дегенім сену, 9 дегенім тоқу, 10 дегенім оқу. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін біз дәптерімізге
әрпінің бас әрпі мен кіші әрпін жазып үйренеміз. Жұмыс дәптеріміздің 33-ші бетіндегі тапсырмаларды мұқият көркем етіп орындайық. Жарайсыңдар, іске сәт!